Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ауызда еритін ең нәзік, өте дәмді болып шығатын Наполеон тортының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, дәл осы рецептпен сіздер жасап көріңіз. Ендеше ең алдымен тортымыздың песочный қамырын дайындап алатын боламыз. Алдын ала елеп қойған ұнымыздың үстінен бөлме температурасындағы сары майымызды алып, осылай үгітіп алатын боламыз. Бізде үгітілмелі қамыр шығуы керек. Міне біздің үгітілмелі қамырымыз дайын, дәл осылай үгітіліп тұрады. Егер үлкен түйелері болатын болса, қолымызбен майдалап үгітіп алатын боламыз. Екінші ыдысымызды алып, сұйық ингредиенттерімізді араластырып алатын боламыз. Ең алдымен бір жұмыртқа саламыз. Үстінен біраз қасық сұйық май, біраз қасық 6 немесе 9% уксус құятын боламыз. Менде осындай алма уксусы. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алған массамыздың үстінен шым-шым тұзымызды және де суық суымызды құйып аламыз. Суымыз міндетті түрде өте суық болғаны дұрыс. Енді осы массамызды жақсылап араластырып аламыз. Жаңағы дайындап алған үгітілмелі қамырымыздың арасын осылай ортасын ашып алып, сұйық массамызды құйып, жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Біздің қамырымыздың өзі сондай жұмсақ, нәзік болып шығады. Міне бізде осындай жұмсақ, нәзік қамыр шығады. Дайын қамырымызды пищевая пленкаға немесе жай ғана осылай пакетке салып, мұздатқышта кемінде 1 сағатқа қалдыратын боламыз. Осы уақытта біз крем дайындап алатын боламыз. Мен заварной крем қолдандым. Ол үшін бізге 1 литр көлемінде сүт қажет болады. Сүтіміздің үстінен қантымызды салып аламыз. Толық рецепті әдеттегідей астындағы описание бөлімінде қалдырдым. Ұнымызды алдын ала өлшеп алып, дәл осылай електің көмегімен өткізіп аламыз. Барлығын жақсылап венчиктің көмегімен бір келкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Бізде ешбір түйірі қалмауы керек. Міне осылай ешбір түйірі қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Дайын массамызды газге орташа отқа қойып, тоқтаусыз араластырып отыратын боламыз. Міне біздің креміміз қоюланып келе жатыр. Міне біздің осымен креміміз дайын. Креміміздің бетін осылай пакетикпен толығымен жауып, бөлме температурасында суытып алатын боламыз. Осы уақытта жаңағы мұздатқышта тұрған қамырымызды алып, ұнның көмегімен жайып алатын боламыз. Дәл осылай жан-жағын жинап, ұн себе отырып, оқтауымыздың көмегімен қатты жұқа етпестен жайып алатын боламыз. Біздің қамырымыздың жұқалығы дәл осындай болуы керек. Енді осы қамырымызды дәл рулет тәріздес етіп орап алатын боламыз. Осы орап алған қамырымызды теңде 8 бөлікке бөліп алатын боламыз. Осы қамырларымызды тарелкаға ұн сеуіп, жайғастырып шығатын боламыз. Біз бұл қамырларды қайта мұздатқышқа жібереміз. Өзімізге керекті біреуін ғана алып қаламыз. Себебі құрамында май болғандықтан, ол тез еріп, қамырымыз жұмсарып кетеді. Сол үшін де қамырларымыздың қалған бөлігін мұздатқышқа салып, өзімізге керек бөлігін алып қолдана береміз. Қамырымызды дәл осылай ұнға малып алып, бірден пергамент қағазының бетінен жайып бастаймыз. Осы аралықта пешімізді алдын ала 180 немесе 200 градусқа қыздырып қоятын боламыз. Қамырымызды барынша жұп-жұқа етіп осылай жайып аламыз, және де кез келген дөңгелек форманың
көлемімен осылай кесіп алатын боламыз. Сонда біздің қамырларымыздың барлығы біркелкі болып шығады. Пісіру барысында қамырымыздың орталары көтеріліп кетпес үшін дәл осылай шанышқының көмегімен барлық жерін шұқып алатын боламыз. Дайын қамырымызды қызып тұрған пешімізде 7-8 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Міне біздің кождарымыз пісіп шықты. Дәл осылай болып түсі осындай алтын түстес болып шығады. Жан жағындағы қамырларын дәл осылай бөлек алып қаламыз. Ал дөңгелек кождарымызды осылай тәрелкеге жинайтын боламыз. Осылай барлық кождарымызды жинап алдық. Енді кезекте бөлме температурасында мұздап тұрған кремімізді ашып, креміміздің бетіне бөлме температурасында еріп тұрған сармайымызды салып, жақсылап шанышқының көмегімен араластырып, біркелкі масса болғанға дейін араластырып алатын боламыз. Дайын болған кремдерімізді алып, кождарымызды жинайтын боламыз. Әр кожымызға 4 ас қасықтан сала отырып, кождарымызды жинап аламыз. Тортымызды жинап болған соң 5-6 сағатқа холодильникке қоятын болсаңыз, тортымыз одан да нәзік, әдемі болып шығатын болады. Осылай кезек-кезек кожымызды қойып, кремімізді жағып шығатын боламыз. Енді кезекте біз жан жағындағы алып қалған қамырларымызды дәл осылай қолымыздың көмегімен үгітіп алып, тортымыздың бетіне жағып шығатын боламыз. Міне осымен біздің жұп-жұмсақ, өте нәзік Наполеон тортымыз дайын. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұп-жұмсақ, нәзік, өте дәмді, керемет болып шықты. Дәл осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіз. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Видеом пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.